Сәлем шәкірттерім. Бүгін YouTube'дағы Present Simple'ға қатысты практикалық 13-ші сабағымызды бастаймыз. Жаңадан қосылып жатқан кісілерге қалай сабақтар өтетінін білгілеріңіз келсе, соны айтып кетейін. Бұл жерде біз осы сабақтардың сериясында осы басында теориясын Present Simple әрекет жоқ деген грамматикалық ұғымды түсіндіріп кеткем. Енді сол бір соңғы бір 5-ші сабақтан ба 6-ші сабақтан бастап тек қана практикамен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни сол теорияға қатысты практикамызды жүзеге асырып жатырмыз. Бұл жерде қалай не істейміз, яғни мен сіздерге қазақшасын айтамын, сөйлемнің сол жаңағы Present Simple-ға қатысты Present Simple-да келетін сөйлемдерді, әрекет жоқ. Оны сіздер ағылшынша аударасыздар. Содан кейін мен 1-2 секунд берем, сіздер соны ағылшынша аударғанға, содан кейін дұрыс жауабын айтамын. Солай сіздерде практика болады. Бұл сіз видеоны міндетті түрде көрулеріңіз керек жоқ. Подкаст сияқты тыңдап жүріп, істеріңізді жасап жүріп, тыңдай берсеңіздер болады. Бастайық. Өткен сабақта біз сын есімдермен бірге келген сөйлемдерге қарай бастаған едік. Соны жалғастырамыз әлі де. Бірінші сөйлем. Олар ақ. Қалай болады? Мысалы, менде 4 машина бар. Сондай сөйлем. Менде 4 машиналар бар. Олар ақ деген сияқты. Сол олар ақты аударайық. Айтып көріңіздер. Дауыстап айтыңыздар. They white. They are white болады. They are white. Осындай қате келтеді әдетте. They are a white деп article A-ді қойып жатады. Сын есімнің алдында. White ол сын есім ғой. Adjective. Естеріңізде болсын, бұл қате. Не үшін қате? Сын есім келгенде, adjective келгенде біз артиклді қолданбаймыз. Артиклді қашан қолданамыз? Тек қана санай алатын. Артикл an туралы айтып жатырмын. Қашан an-ді қолданамыз осы 2 артиклді? Қашан санай алатын, жекеше түрде келген, яғни біреу ғана зат есім келгенде, сол кезде қолданамыз. Бұл жерде көпше түрде келіп тұр біріншіден, және тек қана сын есім тұр. Ал сын есім және зат есім бірге келсе, онда қоюға болады. Жекеше түрде келген, санай алатын зат есім болса. Мысалы, машина. Санай аламыз ба? 1 көлік, 2 көлік, 1 машина, 2 машина. Оны санай аламыз, қараңыз. Сонда не туралы айтып жатқанды? It is white десек, ол ақ. Яғни 1 машина. Бұл жерде бұл дұрыс. Ал it is a white деп қойсақ, бұл қате. It is a white. Не үшін? Себебі бұл жерде тек қана сын есім тұр, зат есім жоқ. Ал it is a white car болса, бұл дұрыс. It is a white car, бұл дұрыс. Не үшін? Себебі бұл жерде зат есім бар. Car. Және ол санай алуға болады. Кейбірлері санай аламыз, санай алмаймыз. Не деген? Бұл не десе, мысалы, суды сіз санай алмайсыз. Сіз литрді санай аласыз. Бірақ судың өзін 1 су, 2 су деп санай алмайсыз. Сіз бөтелкені санай аласыз. 1 бөтелке, 2 бөтелке. Бірақ судың өзін санай алмайсыз. Қарды сіз санай алмайсыз. Шашыңызды сіз санай алмайсыз. Яғни отырмайсыз ғой, 1 тал, 2 тал деп. Шөпті санай алмайсыз. Қантты санай алмайсыз. Сол сияқты санай алатын нәрселер бар, және санай алмайтын нәрселер бар.
бұл article an'ді біз тек қана санай алатын жекеше түрде келген нәрселерге қолданамыз. Және ұмытпаймыздар, present simple'ды біз қашан қолданамыз? Осы шақта, яғни әрекет көп қайталанса, сол кезде present simple'ды қолданамыз. Бұл бірінші жағдай. Екіншісі қандай? Фактілерге қолданамыз. Үшіншісі қандай? Пікірлерге қолданамыз. Біз қазір пікірлер мен әдеттерге қарап жатқан жоқпыз. Біз тек қана әрекет жоқ жер, олар фактілер болып саналады. Мысалы, ол ақ. Факт қой. Машинам ақ болса, ол ақ деп жатырмын. Ол ақ. Бұл факт. Жүре ме? Осыны ұмытпаңыздар. Және әрекет жоқ деген present simple, ол жерде ешқандай басқа етістіктер жоқ, эмизардан басқа. Сол эмизар, әрекет жоқ дегеніміз эмизар, ол жерде басқа етістіктер жоқ. Бұны сіздер present continuous пен салыстырмаңыздар. Мен бұны тек қана present simple-ға қатысты айтып жатырмын. Present simple-да әрекет жоқта тек қана үш етістік бар. Am, is, are. Ары қарай жалғастырайық. Жұмыртқа ақ па? Сұрақ сұрап жатырмыз. Жұмыртқа ақ па? Жұмыртқа ақ па? Айтып көріңіздер. Is the egg white? Is the egg white? Is the egg white? Is the egg white? Жұмыртқа ақ па? Енді жұмыртқаның орнына итті қоямыз. Ол ақ па деп сұраймыз. Ол ақ па? Ол ақ па? Жұмыртқа, ол ақ па? Болу етістігі, яғни эмизар бірінші орынға кетеді. Сонда сұрақ болады бізде. Білмесеңіздер жазып алыңыздар. Ол ақ па? Is it white? Is it white? Is it white? Жерде is болып кетті. Is it white? Is it white? Жұмыртқалар ақ па? Жұмыртқалар ақ па? Жұмыртқалар енді көпше түрде ақ па? Сұрақ келіп тұр көпше түрде. Are the eggs white? Are the eggs white? Байқасаңыздар, white-та, white. Деп қатты айтпаймын. Are the eggs white? White. Сәл ғана естіледі. White деп айтпаңыздар. Are the eggs white? White. Жұмыртқалар ақ па? Олар ақ па? Енді олар ақ па? Жұмыртқалардың орнына олар кетті. Олар ақ па? Олар ақ па? Are they white? Are they white? Олар ақ па? Are they white? Are they white? Кітаптар жасыл. Болымды сөйлеме. Кітаптар жасыл. Кітаптар жасыл. The books are green. The books are green. Кітаптар жасыл. The books are green. Кітаптар жасыл. Келесі сөйлеміз. Машина, көлік қызыл. Машина қызыл түс. Машина қызыл. The car is green. The car is green. The car is green. Ол қызыл. Енді машинаның орнына олды қоямыз. Ол қызыл. Ол қызыл. It is green. It is green. It is green.
Келесі сөйлеміміз машина қызыл. Машина қызыл. Түс. Түсті айтудың қажеті жоқ, сіздерге айтып жатыр. Бірақ ағылшынша color деп қоспай ақ қойыңыздар. Сонда машина қызыл. The car is red. The car is red. Машина қызыл. Ол қызыл, яғни машинаның орнына олды қолданамыз. Ол қызыл. Машина туралы айтып жатыр. Ол қызыл. It is red. Қайталаңыздар. It is red. It is red. It is red. Ал қараңыздар, осындай сөйлем. Бұл қате. The car, it is red. Бұл қате және жиі шәкірттердің арасында осындай қателік жиі кездеседі. Яғни the car зат есімді айтып жатыр. Содан кейін итті айтып жатыр. Екеуі бір болып тұр ғой. Car ол машина, ит ол дегенді білдіреді. Сонда машина ол қызыл дейді. Тура қазақша айтсақ, ол бір дұрыс болып жатады, иә? Бірақ ағылшын тілінде олай айтуға болмайды. Яғни бір зат есім болады, бастауыш. Болмаса бастауыш есімдік болып кетеді. Бірақ екеуі бірге келмейді. Осыны біліңіздер. Дұрыс емес екенін осыны жаттағаныңыздар. Енді келесі сұрақ. Ол қызыл ма? Ол қызыл ма? Машинаға қатысты, көлікке қатысты. Ол қызыл ма? Is it red? Is it red? Ол қызыл ма? Is it red? Is it red? Енді келесі. Машина қызыл ма? Машина қызыл ма? Машина қызыл ма? Is the car red? Is the car red? Is the car red? Үй көк. Көк түс. Үй көк. Үй көк. The house is blue. The house is blue. The house is blue. Ол көк. Яғни үй туралы айтып жатырмыз. Ол көк. Ол көк. It is blue. It is blue. It is blue. Қайталаңыздар. It is blue. Ал осындай сөйлем ол қате. The house, жаңағы айтқандай. It is blue деу. Бұл қате. Келе ма? Қайтадан. Бастауыш тек қана зат есім болады, болмаса есімдік болады. Екеуі бірге келмейді. Үй көк па? Сұрақ сұрап жатырмыз. Үй көк па? Үй көк па? Is the house blue? Is the house blue? Үй көк па? Is the house blue? Үй көк па? Қайталаңыздар. Is the house blue? Is the house blue? Енді келесі сөйлеміміз. Ол көк па? Яғни үйге қатысты. Is it blue? Is it blue? The house орнына blue'ды қойып, itті қойып жібердік, иә? Бұл дұрыс. Ол көк па? Ұмытпаңыздар, сөйлем құрғанда бол етістіктермен, эмизармен. Сұрақ, етістік бірінші орынға барады, сол кезде сұрақ болып кетеді. Аңдашылаулар жоқ па, бе деген сияқты, бе қазақ тілінде сияқты. Тек қана етістік бірінші орынға кетеді. Қол шатыр жасыл. Қол шатыр жасыл түс. Қол шатыр жасыл. The umbrella is green.
The umbrella is green. The umbrella is green. Қолшатыр жасыл. Ол жасыл. Қалай болады? Ол жасыл. It is green. It is green. Ол жасыл. It is green. Ал осындай сөйлем. The umbrella, it is green. Бұл қате. Жаңа айтып өткенде бастауыш тек қана бірақ. Неміз таба алмай қалдық қой. The umbrella, it is green. Ол қате себебі бастауышта, яғни басында сөйлем әрекетті бастап жатқан. Сат. Біреу немесе сат есім болады, болмаса есімдік болады. Бірақ екеуі бірге болмайды. Сонда the umbrella, it is green ол қате. The umbrella is green болмаса it is green бұл дұрыс. Келесі сұрақ. Қолшатыр жасыл ма? Қолшатыр жасыл ма? Is the umbrella green? Қолшатыр жасыл ма? Is the umbrella green? Қолшатыр жасыл ма? Ол жасыл ма? Ол жасыл ма? Ол деген ет қой, Is it green? Ол жасыл ма? Is it green? Келесі сөйлеміз. Үстел қара. Үстел қара. Үстел қара. The chair is black. The chair is black. The chair is black. The chair is black. Ол қара, яғни үстелге қатысты, орындыққа қатысты айтып жатырмыз. Ол қара. It is black. It is black. Қайталаңыздар. It is black. It is black. Білмейтін адамдар болса, менің ағылшын тілім, американдағы ағылшын тілі, себебі сол жақта 10 жыл тұрған. Сол үшін бұл қандай кейбір сөздер мен басқаша айтамын деп жатсаңыз, сол себебі мүмкін. Болуы мүмкін, себебі менде Америкада өскен соң американдық айтылуы. Бірақ қайсын таңдаймын десеңіз, сонда айырмашылық жоқ. Айырмашылықтардан гөрі ұқсастықтар көбірек. Ағылшын, осы британдық пен американдық ағылшын тілінде. Келесі. Үстел қара ма? Үстел қара ма? Үстел қара ма? Is the chair black? Үстел қара ма? Is the chair black? Үстел қара ма? Is the chair black? Достар, осымен мен 13-ші сабағымды аяқтаймын. Сіздерге айтатыным, сіздерге көп практика керек. Көп практика керек. Сол үшін қиын грамматикалық ережелерді, осы present simple'ды біліп және сөйлей алмасаңыз, яғни сөйлемесеңіз, оны басқаларына бармаңыз. Көріп жатырсыздар ғой, 12 жыл, 11 жыл бойы мектепте ағылшын тілін үйреніп жатырмыз. 4 жыл. Көп адамдар, енді бәрі емес, көп адамдар университетте тағы оқиды ағылшын тілін. Енді 10 жылдан аса үйрендік, бірақ сөйлей алмай жатырмыз. Енді бұны жиі кездеседі, бұл проблема. Не үшін? Менің ойымша, бұл себебі практиканың жетіспеуі, және практика тұрсыншы. Айтпай қойшы, практика тұр. Грамматиканың үстінен үйрене бересіздер. Сол проблема. Егерде видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып,
басқа жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Каналымыз ол менің де сіздердің де каналдарыңыз. Себебі шәкірттерім болмаса онлайн онда менің пайдам жоқ. Сол үшін бұл ортақ каналымыз басқаларға пайдасы тисін десеңіз, бөлісіңіздер, каналымыз өссін. So, see you next time.